Қайырлы күн. Назарбаев зияткерлік мектебіне дайындық бойынша кезекті талдау тест 2-ні талдайтын боламыз. Ең алдымен тесттің ішінде кездесетін жаңа сөздермен таныс болайық. Buffalo, бизон, slippery, тайғанақ, nomad, көшпенді, кочевник, freezing, мұздататын, замораживающий, in comparison with, салыстырғанда, по сравнению с, cloth, мата, ткань, dehorn, мүйізін кесу, удалять рога, action, қимыл, қозғалыс, действие, probably, ықтимал, вероятно, accident, бақытсыз жағдай, апат, несчастный случай, авария. Яғни осы 10-12 сөз бізде тестте кездесетін болады. Ал кеттік онда. Бірінші сұрақ, first question. What does it say? Бұл не айтады? Нені айтып тұр? Мына кестеге назар аударамыз. Бірінші осыны оқитын боламыз, иә? Бірінші әрекетіміз. Buses to the city center leave this bus stop every 20 minutes. Мынаны түсіну өте маңызды. Яғни автобустар қала орталығына осы автостоянкадан, то есть аялдамадан әр 20 минут сайын кетеді дейді. Енді 3 вариантыда кезек-кезек оқып шығамыз. A city center bus left the stop 20 minutes ago. Қала орталық автобусы көлігі 20 минут бұрын кетті. Келеді ма? Келмейді, өйткені не деп тұр? Ago деп тұр. Яғни мына сөз бізде құртып тұр. Алып тастаймыз. You can get buses to the city center from here every 20 minutes. Не дейді? Сіз автобусқа міне аласыз қала орталығына осы жерден. Әр 20 минут сайын. Тура сол сөз келіп тұрған жоқ, иә? Алайда мағынасы келіп тұр. Әр 20 минут сайын сіз көлікке автобусқа міне аласыз деп тұр. Жауабы, яғни бізде be болып тұр. Жауабы шықса сразу таңдай қоймай, келесі вариантыда оқыған абзалырақ. It takes 20 minutes to get to the city center by bus from here. Осы жерден қала орталығына сіз міне аласыз. Оған 20 минут уақыт кетеді дейді. Дұрыс емесе келмейді. Значит, бізде жауабы не екен? Be. Кеттік онда келесі. Мынандай сұрақ келген кезде тапсырма бірден мынаны оқимыз. Take a tablet twice a day with the food. Түсіну өте маңызды. Take a tablet, яғни таблетканы ішіңіз. Күніне неше рет? 2 рет. Немен бірге? Тамақпен бірге. Яғни twice деген, яғни two times-тың синонимі. Two times ол 2 рет. Және бір таблетка деп тұр. Қайдан білдік? Өйткені ол бізде бір деген мағынаны білдіреді. You should eat before you take these tablets. Мына таблеткаларды ішпей жатып, тамақ жеп алыңыз дейді. Яғни дұрыс емес. Біріншіден tablets деп тұр, таблеткалар, және before деп тұр, иә? Яғни алдын деп тұр. Категорически дұрыс емес, келмейді. You should take these tablets for 2 days. То есть, сіз мына таблеткаларды 2 күн ішесіз деп тұр. 2 күн ішесіз деп тұр. Келесі. You should have 2 tablets per day. Күніне 2 таблеткадан ішуіңіз қажет. Енді, twice a day деген, яғни деп тұр, күніне 2 рет. Яғни per day дегеніміз. Мұна a day-дің синоним болып тұр. Twice дегендікі мұна 2 tablets деген синоним болып тұр. Значит, бізде жауабы не екен? C екен. Ал келесі. Мынаны өшіре қойайын. Дедім, өшірілмей тұр, иә? Пока слайды с текущего слайда деп нете салайын. Енді келесіне көшейік. Бұл жерден мен қазір өшіріп тастайын, сохранить етпей сразу.
айтшы сайын. Ал кеттік онда. Question 3 is related to the text below. Хорошо. Find the true sentence. Дұрыс сөйлемді табыңыз деп тұр. Бірден сұраққа көшейік. In the 11th century, Norwich was a small village. 11-ші ғасырда Норвич не болыпты? Кішік ауыл болыпты. Кілттік сөзді сызып алу өте маңызды. 11th century кілттік сөз. Small village кілттік сөз. Was кілттік сөз. Келесі. Norwich has always been one of the largest English cities. Norwich ең үлкен ағылшын қалаларының бірі болыпты. Болып келеді. Шаққа назар аударамыз. Болып келеді. Келесі. Norwich is the second big city of England. Norwich Англияның екінші үлкен қаласы. Кілттік сөзді сызып алдық. Population of Norwich increased between 16th and 19th centuries. 16-19 ғасырда Норвич не істеді? Населениесі, халқы. Increase, көтерілді, иә? Increase. Ал кеттік онда. Біз бұл жерде true sentence табу керек. True дегеніміз не? Дұрыс. Дұрыс сөйлемді табуымыз керек. Неге байланысты? Мәтінге байланысты. Ал оқып көрейік. Today, in comparison with places like London or Manchester, Norwich is quite small, with a population of around 150,000. But in the 16th century, Norwich was the second city of England. It continued to grow for the next 300 years and it got richer and richer. Кейбір сөйлемдер шығып жатыр, байқасаңыздар, иә? Becoming famous for having as many churches as there are weeks in the year and as many pubs as there are days in the year. Біз мына қай мәтінге сәйкес дұрыс сөйлемді табуымыз керек. Small village, 11th century. Келеді ма? 11-ші ғасыр туралы айтылмаған, иә? Келмейді. Has always been one of the largest English cities. Бар ма ол туралы ақпарат? Ағылшын қалаларының, үлкен қалаларының бірі болып келеді дейді. Дұрыс емес, иә? Norwich second big city of England. Мына жерде айтылған секілді, қараңыздар. Second city of England. Алайда шаққа назар аударамыз. Қараңыздар, шақты білуде өте маңызды. Norwich қазіргі таңда деп тұр. Ал бұл жерде не деп тұр? Was деп тұр. Қараңызшы міне. Was. Сондықтан ол да бізде дұрыс емес. Енді the population of Norwich increased between 16th and 19th century. Жауап осы болып тұр ғой, значит. Ал дәлелдеп көрейік. Қараңыз. It continued to grow. То есть, to grow дегеннің синонимі бізде не болып тұр? Increase болып тұр. For the next 300 years деген сөз, ол міне, қараңыз. 16-дан 17, 18, 19. Бір ғасырда 100 жыл болса, 300 жыл бойы дамыды. Деген сөз. Значит, бізде жауабы не болып тұр? Онда D болып тұр. Жақсы. Кеттік, келесі. Келесі. Thanks for the information. Бірден, Jess writes to her friend too. Jess. Досына жазды. Не үшін? Қараңыздар, to'дан басталса, міндетті түрде бұл инфинитив. Вопрос, не үшін жазды? Соны білуіміз керек. Бірден сұрақты оқимыз. Тапсырманы оқимыз астындағы. Refuse an invitation to go on a health and a safety course. Так. Кілттік сөз сызамыз. Refuse, бас тарту. Invitation, шақыру, приглашение. Health and safety курсқа шақыруға бас тартты. Келесі. Suggest going on a health and safety course.
Health and safety курсты жалғастыруды ұсынды. Accept an invitation to go дейді. Яғни ол шақыруды неғылды қабылдады. Оқып көрейік. Thanks for the information about the health and safety course. Аха. Денсаулық және сақтандыру курсы туралы ақпаратқа рахмет деп бастапты. Any other time I would go. Time of school. But it's my art class that day. I don't want to miss it. Jess депті. Jess жазып тұр. Рахмет деп тұр, иә, ол курс туралы айтқаныңа. Кез келген уақытта мен барамын. Бірақ мектепке баратын уақыт келді. Бірақ менің art school, өнер сабағым бар. Ол именно сол күні. Мен оны жіберіп алмауым керек. Кешірші дегенге айтып тұр. Значит, бас тартып тұр ма, ұсынып тұр ма, қабылдап тұр ма? Қабылдап тұрған жоқ. Иә? Бірақ деп тұр, өзінің жоспарын айтып тұр. Ұсынып тұрған жоқ, яғни ол бас тартып тұр. Жауабы, значит, бізде A екен. Окей. Let's go. Жалғастырамыз. The fifth question. What does it say? Ондай жағдайда бірден көшеміз. Таблицаның ішінде, бокстың ішінде көшеміз. The closest shop sale. Не дейді? Киім дүкенінде жеңілдік. That only. Everything half price. Яғни, не депті? Барлығы 50 жарты бағасында деп тұр. Жарты бағасы деген сөз ол 50% деген сөз, иә? Ал оқып көрейік онда. Everything will be more expensive tomorrow. Ертең барлығы қымбатырақ болады. Б'ді оқып көрейік. Half the clothes in the shop are in the sale. Так. Киімдердің жартысы жеңілдікте деп тұр. Так, киімдердің жартысы деген келмейді ғой, everything half price деп тұр. Барлығы деп тұр, значит, B келмейді. Именно half деген сөз құртып тұр. Some things will be cheaper in the morning. Кейбір заттар арзанырақ таңертең. Таңертең деген сөз құртып тұр. Some things деген неғып тұр, құртып тұр. Өйткені бұл жерде барлық нәрсе деп тұр. Жауабы, значит, бізде не болып тұр? A. Everything логиканы қосамыз балалар бұл жерде. Барлығы ертең қымбатырақ болады. Әрине, бүгін 50% болғаннан кейін, ертең скидка жоқ деген сөз. Солай ғой? Жалғастырамыз, келесі question 6. 6-қа қараймыз бірден. Мына мәтінге байланысты сұрақ. Не дейді? Decide which headline goes best with this text. Қай тақырып мына мәтінге жақсы тақырып бола алады. Ал кеттік онда. Бірден варианттардан нұсқаларды оқиық. Police arrest bus driver. Police arrest drunk driver. Кілттік сөз bus driver. Автокөлік, точнее, автобус жүргізушісі. Drunk driver. Ішіп алған жүргізуші. Tired driver causes a danger on the road. Largest number of accidents. Негізі, желательно бұндай мәтінге дұрыс тақырып қойыңыз деген сияқты тапсырма келсе, онда бірден сұраққа көшпейміз, кешірім сұрайық. Бұл жерде бірден мәтінді оқыған абзалырақ. Енді өздеріңізге қай нұсқа, қай техника дұрыс, соны таңдағандарыңыз абзалырақ. Мысалы, мына жерде more road accidents are caused by drivers who fall asleep at the wheel than is generally recognized. An MP claimed yesterday he has called for government action to help solve the problem. Не деп тұр? Яғни, жолда көп жүргізушілер көзі ілініп кетіп, ДТП жағдайын көбірек туындатады дейді,
яғни MP кеше солай хабарлап тұр. He has called for government action to help solve the problem. Және де ол үкіметтің осы мәселені шешіп беруге шақырып тұр. Енді қалай ойлайсыздар мына мәтінге қандай тақырып қояр едіңіздер? Arrest дегендер жоқ, бұл жерде. Мына симен дей болуы мүмкін. Бірақ largest number, бағытсыз оқиғалар, үлкен көлемде, үлкен, көбірек деген мағынада. Немесе tired driver called a danger. Яғни бұл жерде, қараңыздар, fall asleep, ұйықтап кете жазайды. Не үшін? Шаршағандықтан ғой. Ұйықтамағандықтан, шаршағандықтан. Соның синонимі tired болып тұр. Сондықтан шаршаған жүргізуші жолда ДТП-ны туындатады. Сондықтан бізде тақырыбы, жауабы C. Okay, let's go on. Жалғастырайық. Достар, бір тест 20-дан тұрады негізі, бірақ видеоны ұзақ созбас үшін осылай екіге бөлем. Бұл тест 2, тест 3-ті ары қарай осы тесттің жалғасы ретінде салатын боламын. Келесі. No dogs allowed anywhere on the beach between May and September. Мамыр және қыркүйек айында арасында, қараңыздар, кірдік сөздер. Мамыр және қыркүйек арасында жағажайға иттер жіберілмейді деп тұр. Не деп тұр? Ал оқып көрейік. Dog owners must avoid certain areas of the beach дейді. Так. Жағажайдың белгілі бір аймақтарынан иттің егелері қашуы қажет. Мүлдем келмейді, сәйкес келмейді. You can never take your dog onto this beach. Осы жағажайға еш қашан итіңізді апара алмайсыз. Сіз ешқашан итіңізді мына пляжға, жағажайға апара алмайсыз. Ешқашан деп айта алмаймыз, өйткені тек қана мамыр мен қыркүйек деп сізге нақты күндерін айтып тұр, айларды айтып тұр. Dogs are welcome at certain times of the year. Қараңызшы, иттер жылдың кейбір уақыттарында келе алады. Ол деген сөз мына айдан басқа айларда деген сөз. Значит, жауабы бізде C. Логиканы қосамыз, балалар. Certain times деген ол мына айларды айтып тұр. Яғни жылдың белгілі бір аймақтарында, уақыттарында. Мына 2 айдан басқа айларды айтып тұр, иә? Dogs allowed, no dogs allowed дегеннің синоним ретінде, даже антоним ретінде келіп тұр. Мына жерде міне welcome. Қателесем. No dogs деп айтылып тұр ғой, сонда бұл жерде синоним болады. Келесі, question 8. Мәтінге байланысты екен. Бірден сұрақта оқи қояйық. Nomads are people who. Nomads деген кім? Кочевниктер, то есть көшпенділер, иә? Біз өзіміздің алдыңғы білімімізге сүйенбегеніміз абзалырақ. Бұл тікелей мәтінге байланысты болған екен, бірақ бізде болжам деген техниканы қолданамыз. Яғни, сіздер nomads деген сөзді түсініп тұрсыздар, көшпенділер. Все, көшпенділер дегеніміз ол деп мына жерді варианттарын оқу арқылы тапсаңыз да болады. Бірақ нұсқаны тауып болғаннан кейін міндетті түрде мәтінді бір оқи салыңыз, көзіңіз жеткізу үшін. Live on small farms, move from place to place, build their homes of stone, live in underground houses. Жауапты бірден тапты деп ойлаймын сіздерді. Яғни көшпенділер деген сөз ол бір жерден екінші жерге көшетін халықты айтады екен. Nomads. Яғни бірден мына жерде жауабы тұр. The people can move their houses when they want to move деп тұр. Since the people are nomad, they move often дейді. Олар жиі көшеді, кочевниктер. They take their animals to new places in order to find
food. Жауабы бізде онда be болып тұр екен. Осымен тестіміз аяқталды. Осы тесттің жалғасы ретінде тест 3-ке көретін боласыз. Барлықтарыңызға сәттілік.